Дейл Карнеги. Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері. Қысқаша түсінікпен кітаптан алуға болатын дүниелер жинағы. Кітапта Дейл Карнеги бір ғана тақырыпқа неше түрлі оқиғаларды жан-жақты зерттеп келтірген. Әр тақырыптан бір мысалдан алып, барынша қысқартып жазуға тырыстым. Бірінші бөлім. Адамдармен тіл табыса білудің негізгі қағидалары. Бал жегенді ұнатсаң, араның ұясын бұзба. Сын айту адамды қорғануға, ақталуға итермелейді. Демек, сын адам үшін қауіпті. Олай дейтініміз, сын адамның намысына тиеді, жеке басын қорлайды, жек көру сезімін тудырады. Белгілі психолог Скиннер теріс мінез құлық үшін жазаланған жан-жануарларға қарағанда жақсы мінез құлық көрсетіп, сол үшін мақтау алған жануарлар қандай да бір нәрсені тез үйреніп, оны көбірек есте сақтайтынын эксперименттер арқылы дәлелдеп берді. Сын айтқан кезде адамда пайда болатын реніш сезімі жұмысшылардың, отбасы мүшелерінің және достарыңыздың рухын түсіреді, бірақ жағдайды түземейді. Белгілі бір адамды сынар алдында, содан менің көңілім жай таба ма? Сол мен сынаған адам менің өзімді кінәламауына кім кепіл деп ойланған жөн. Сын айту кез келген ақымақтың қолынан келеді. Олар басқаларды кінәлап, шағым айтуға дайын тұрады. Бірінші қағида. Сынамаңыз, кінәламаңыз, шағымданбаңыз. Екінші. Адамдармен тіл табыса білудің басты құпиясы. Жер бетінде адамның қандай да бір істі атқаруына түрткі болатын бір ғана жол бар. Сол жайлы ойлап көрдіңіз бе? Иә, қателеспедіңіз. Бір ғана жол. Ол адамға қандай да бір істі өз қалауымен орындату. Адамға қандай да бір іс-әрекетті жасатудың жалғыз жолы оның қалауын орындау. Ал адам нені қалайды? Зигмунд Фрейдтің ойынша, қандай да бір іс-әрекетке түрткі болатын екі-ақ себеп бар. Оның бірі жыныстық құмарлық болса, екіншісі ұлық болсам деген құштарлық. Линкольн өзі жазған бір хатын, мақтауды сүймейтін адам жоқ, деп бастаса, Уильям Джеймс, құрметке бөленсем деген құштарлық адамзат баласына тән құбылыс деген ойын айтады. Кішігірім мысал. Ауыр жұмыстан шаршаған фермер әйел үйіне бір құшақ шөп алып келеді. Бұны көріп, жынданғаннан саумысың, деп сұраған үйіндегі ер кісілерге ол былай деп жауап береді. Сендер менің не әкелгенімді байқамас деп ойлап едім. Мен 20 жыл бойы сендердің тамақтарыңды дайындап келемін. Осы уақыт аралығында қандай тамақ жеп жүргендерің жайлы еш сөз естіп көрмеппін, деп жауап береді. Бірнеше жыл бұрын отбасыларын тастап кеткен әйелдерді зерттеп, олардың осындай қадамға бару себептерін анықтады. Зерттеу бойынша негізгі себеп әйелдерді дұрыс бағалай білмеуде екен. Отбасыларын тастап кеткен ерлерге қатысты жүргізілетін зерттеулер де сондай нәтиже көрсететініне күмәнім жоқ. Кейде біз қосақтарымыздың бар екенін, оларға да көңіл бөліп, көтермелеп отыру қажет екендігін ұмытып кетеміз. Адамдарға шынайы ықылас танытыңыз. Бізге көңіл бөлген адамдарға ғана біз көңіл бөле бастаймыз. Алғыс айту қазіргі кезде ұмыт бола бастаған жақсы қасиеттеріміздің бірі. Өкінішке қарай, ұл қыздарымыз мектептен жақсы баға алып келсе, алғаш рет пісірген бәліші дәмді болса, немесе құстың ұясын өз бетімен жасай алса, біз оларға жылы сезімімізді қимаймыз. Ата-ананың олардың жасаған ісіне қызығушылық білдіруі мен мақұлдауынан артық балаларды ештеңе де қуанта алмайды. Егер істеген тамағы ұнап жатса, аспазға міндетті түрде алғыс айтыңыз. Сатушы шаршағанына қарамастан сізге жақсы қызмет көрсетсе, одан да жылы сөзіңізді аямаңыз. Екінші. Көрсетер құрметіңіз шынайы әрі әділ болсын. Қолынан келсе, бүкіл әлем саған дос, келмесе жалғызсың. Жазда мен балық аулауға Мэн штатына барып тұрамын. Маған бүлдіргенді қаймаққа малып жеген ұнайды. Ал балықтар неге екені белгісіз жауын құртты жақсы көреді. Балық аулауға барғанда өзіме ұнайтын тағам туралы
мүлдем ойламаймын. Маған балықтарға ұнайтыны ғана маңызды. Сондықтан басына қаймақ жағылған бүлдіргенді емес, құртты немесе шегірткені түйреп, мынаның дәмін көргілерің келе ме деп қармақ саламын. Адамдармен де осылай қатынасуға болмай ма? Олай болса, басқаларға әсер етудің бір ғана жолы, олардың қалауы туралы әңгіме етіп, оған қол жеткізудің жолын көрсетіңіз. Басқалардың сіз үшін қандай да бір іспен айналысқанын қаласаңыз, осы айтқандарды естен шығармаңыз. Айталық, балаларыңыздың темекі тартқанын қаламасаңыз, оларға уағыз айтып, олардың темекі тартпағандарын жөн көретіндігіңізді айтудың қажеті жоқ. Керісінше, темекінің кесірінен олардың баскетбол ойнай алмайтынын, тіпті 100 метр қашықтыққа да жүгіре алмайтынын түсіндіріңіз. Жетістікке жетудің қандай да бір құпиясы болса, ол басқа адамдардың пікірін қабыл алып, оны сол адаммен өз көзқарасыңыз тұрғысынан түсіне білу. Ең алдымен, басқа адамдардың қызығушылығын туғыза білу керек. Бұлай істеу қолынан келсе, бүкіл әлемді өзіне дос етеді. Қолынан келмесе, жалғыз қалады. Үшінші қағида. Адамдардың қызығушылығын туғыза біліңіз. Сонымен бірінші тараудағы 3 ереже. Бірінші, сынамаңыз, кінәламаңыз, шағымданбаңыз. Екінші, көрсетер құрметіңіз шынайы әрі әділ болсын. Үшінші, адамдардың қызығушылығын туғыза біліңіз. Екінші тарау. Адамға ұнаудың 6 амалы. Адамдарға шынайы ықылас танытыңыз. Өзгелерді өзің туралы айтып, 2 жылда дос қыла алмайсың. Ал өздері туралы айтсаң, 2 айда дос бола аласың. Жақында Нью-Йорк телефон компаниясы телефонмен сөйлесу кезінде ең көп қолданылатын сөзді анықтау мақсатында зерттеу жүргізген еді. Іштеріңіз сезіп тұрған болар. Ең көп қолданылған сөз мен есімдігі. Мен. Телефон арқылы жіберілген 500 әңгімеде мен деген сөз 3990 рет қайталанған. Мен. Топпен түскен фотосуретті көргенде көзіңіз алдымен кімге түседі? Егер адамдарды өзіміз туралы айтып таңғалдыруға тырыссақ, біз ешқашан шынайы әрі әділ дос таба алмаймыз. Басқалардың тағдырына қызықпаған адам бұл өмірде үлкен қиындықтарды бастан кешеді және айналасындағыларға да көбірек зиян келтіреді. Жолы болмайтындар осындай ортадан шығады. Олай болса, адамдарға ұнағыңыз келсе, нағыз достыққа қол жеткізгіңіз келсе, басқаларға көмектесе отырып, өзіңізге де көмектескіңіз келсе, төмендегі қағиданы жадыңызда сақтаңыз. Адамдарға шынайы ықылас танытыңыз. Күліп жүріңіз. Күліп жүрудің маңызы. Күлкіні сатып алмайсыз, бірақ оның құны жоғары. Күлкі сыйлаған адам төңірегін байтады, бірақ өзі кедей болып қалмайды. Күлкі бір сәттік болғанымен ешқашан ұмытылмайды. Ең бай адамның өзі күлкісіз өмір сүре алмайтыны сияқты, күліп жүретін адамның кедей болғаны жоқ. Күлкі үйге бақыт әкеліп, іскерлік қарым-қатынас қаржылық сыйлайды. Ол достықты шыңдай түседі. Күлкі шаршағанға демалыс, қайғырғанға шуақ, ауырғанға шипа болатын табиғаттың ең басты байлығы. Бірақ оны сатып ала алмайсыз, қарызға бере алмайсыз, оны ұрлап та ала алмайсыз. Оған тек шынайы сыйлап қана жеткізесіз. Мерекелік акциялар кезіндегі қарбаласта сатып алушылардың көптігінен шаршаған сатушылардың бірі сізге күлімсіреп жауап беруге шамасы келмесе, сізден оған жылы шырай танытуыңызды өтінеміз. Өйткені берері қалмаған адам ғана күлкіні қажет етеді. Екінші қағида. Күліп жүріңіз. Үшінші. Адамның аты оған тиесілі жалғыз дүниесі екенін түсінгеніміз жөн. Адамның есімі оны басқалардан ерекшелеп көрсететін бір ғана белгі. Адамның атын атаған кезде бізге қажет ақпарат немесе айтып отырған өтінішіміз басқаша мәнге ие болады. Яғни, даяшы болсын, бастық болсын, кез келген адам өз есімін ерекше ардақтайды. Үшінші қағида. Адамның есімі өз үшін ең мағыналы, ең маңызды сөз екенін есте сақтаңыз. Төртінші. Сұхбаттаса білудің қарапайым амалы.
Танымал адамдардан сұхбат алуда алдына жан салмайтын Исаак Маркасонның ойынша, адамдардың көбі басқаларды ден қойып тыңдамағандықтан, өздері туралы ұнамды әсер туғыза алмайды деп санайды. Оларды өздерінің айтқысы келіп отырған нәрселері ғана қызықтырады. Сондықтан басқаларға көңіл бөле бермейді. Атақты адамдардың көбі әңгімені жақсы айтатын жаннан гөрі, әңгімені ден қойып тыңдай алатын адамды көбірек ұнатады. Өкінішке қарай адамның басқа да жақсы қасиеттері сияқты тыңдай білу қасиеті де екінің біріне беріле бермейтін сияқты. Танымал адамдар ғана емес, қарапайым адамдар да жақсы тыңдарманның болғанын қалайды. Reader's Digest журналы бірде былай деп жазған еді: тыңдарман қажет болғанда адамдар дәрігер шақырады. Адамдар сізден қашқақтап сыртыңыздан мазақ етіп күліп, онымен қоймай, сізді жек көрсін десеңіз, ешқашан ешкімге құлақ аспаңыз. Керісінше, өзіңіз туралы тоқтаусыз айта беріңіз. Басқа адам сөйлеп жатқанда қандай да бір ой туа қалса, оның әңгімесін аяқтағанын күтіп жатпаңыз. Сөзді бөле беріңіз. Сіз сондай адамдарды білесіз бе? Өкінішке қарай, мен ондай көп адаммен таныспын, және ең сорақысы, олардың көбі атақты адамдар. Олар беделіне мақтанып, атағына мас болған байғұстар. Өз туралы ғана айтқанды жаны сүйетіндер. Өз туралы ғана ойлаудан аса алмайтындар. Колумбия университетінің ректоры доктор Николас Мюррей Батлер мұндай адамдар туралы былай дейді: өз туралы ғана ойлайтын мұндай адамдарды қанша университет бітіргеніне қарамай білімсіз деуге болады. Олар шын мәнінде тәрбиесіз адамдар. Демек, әңгіменің майын тамызып айта білгіңіз келсе, басқаларды тыңдауды да үйренгеніңіз жөн. Басқаларға көңіл бөлу арқылы олардың көңілін өзіңізге аударасыз. Басқалар қуана-қуана жауап беретін сұрақ қоя біліңіз. Олардың өздері туралы, жетістіктері жөнінде суыртпақтап сыр сұрап көріңіз. Сіз бен сіздің проблемаңыздан гөрі өзінің проблемасы көбірек қызықтыратынын естен шығармаңыз. Кез келген адам үшін Қытайдағы миллиондаған адамның қырылуына алып келген аштықтан өзінің ауырған тісі маңыздырақ. Африкада 40 рет жер сілкінсе де, адам үшін оның құны көк тиын. Әңгіме бастар алдында осыны бір еске алғайсыз. 4-ші қағида: басқаларды тыңдай біліңіз, олардың өздері туралы айтуына мұрсат беріңіз. 5-ші: адамдардың қызығушылығын қалай оятуға болады? Теодор Рузвельттің үйінде қонақ болған кез келген адам оның тереңде, жан-жақты біліміне таң қалатын. Қонағы сиыршы, атбегі, тіпті саяси қайраткер немесе дипломат болса да, Рузвельт олармен қалай сөйлесу керегін білетін. Бұндай жетістікке ол қалай жетті? Оның жауабы өте оңай. Қонақ келерден алдын Рузвельт күні-түні отырып қонағына қызық болады-ау деген ақпараттарды оқып шығатын. Адамның жүрегіне жол табудың жалғыз ғана дұрыс жолы сол адам үшін қызық болатын тақырып төңірегінде әңгіме өрбіту екендігін басқа барлық көшбасшылар сияқты Рузвельт те жақсы білген. Йель университетінің әдебиет пәні оқытушысы Уильям Фелпс бұны жас кезінен білген екен. 8 жасымда демалыс күндерімді мен Стратфордтағы апайым Либби Линслидің үйінде өткізетінмін, деп бастайды ол. Адам табиғаты деп аталатын әңгімесінде. Бірде орта жастағы бір ер адам үйге келіп, апаймен сәл сөйлескеннен кейін назарын маған аударды. Ол кезде мені қайықтар қызықтыратын. Қонағымыз ол туралы майын тамызып айтып берді. Өзі керемет адам екен. Қайықтар туралы көп нәрсе біледі. Ол кеткеннен кейін апайыма қонағы жайлы сүйсіне әңгімеледім. Апайым оның Нью-Йорктен келген заңгер екенін, қайықтың оған еш қатысы жоғын, тіптен мүлдем қызықтырмайтынын айтты. Оны қайық қызықтырмаса, неге біз осыншама уақыт бойы тек қайық туралы ғана сөйлестік? Себебі ол өте мәдениетті адам, деп жауап берді сонда. Апайым, сені қайықтар қызықтыратын білгеннен кейін осы туралы айтты, сөйтіп сенің көңіліңнен шыға білді. Апайымның бұл айтқандарын көкейіме мықтап түйген едім, деп сөзін аяқтады Уильям Фелпс. 5-ші қағида: әңгімеңізге өзге кісінің мүддесі арқау болсын. 6-шы: адамдарға қалай тез ұнауға болады?
Хат жіберу үшін 33-ші көше мен 8-ші авенюдің қиылысындағы Нью-Йорктың бір поштасында кезекте тұрған едім. Осы бөлімде жұмыс істейтін қызметкердің конвертті өлшеу, марка беру, ақша қайтару, түбіртек толтыру сияқты қаншама жыл бойы күн сайын қайталана беретін бір сарынды жұмыстан шаршағанын көріп тұрмын. Мына жігітке ұнауға тырысып көрейін, дедім өзіме. Ал оған ұнау үшін мен оған өзім жайлы емес, ол жайлы бір жағымды нәрсе айтуым керек. Сөйтіп өзімнен, бұл адамда мақтарлықтай қандай қасиет бар деп сұрадым. Егер әңгіме танымайтын адам жайлы болып отырса, бұл сұраққа жауап беру оңай болмас еді. Бірақ мына жігітке қатысты бұл сұраққа жауап беру қиындық туғызған жоқ. Шынымен де, оның бойындағы мақтауға тұратын ерекшелікті мен бірден байқадым. Хатымды өлшеп жатқан кезде оған: «Менің де шашым сіздікіндей болғанда ғой», дедім. Ол маған таңдана қарағанымен жүзінде күлкі пайда болып, бұрын бұдан да жақсы болған еді, деп жауап берді. Ал мен оған шашынан аздап сыны кеткенімен әлі де әдемі екенін айттым. Бұл сөздер оған майдай жақты. Біраз әңгімелескеннен кейін ол көп адамға шашының ұнайтынын айтты. Ол жігіттің сол күні түскі асқа көңілді барғанына бәс тіге аламын. Сол күні үйіне келіп, бұл жайтты әйеліне қуана-қуана жеткізгеніне еш күмәнім жоқ. Сол күні айнаға қарап тұрып, шашым қандай әдемі деп айтқаны да анық. Бұл туралы бірде басқа адамдарға айтып берген едім. Сонда бір кісі менен: «Сіздің сонда көздегеніңіз не?» деп сұраған болатын. Менің көздегенім не еді? Менің одан не сұрауым мүмкін? Адамдардың көңіліне қуаныш сыйлап, оларды бақытқа бөле алмасақ, жақсылық жасаған сайын олардан бірдеңе дәметер болсақ, онда бұл біздің өзімшілдігімізді көрсетеді. Онда біздің шіріген алмадан еш айырмашылығымыз болмайды. Ісімізден береке қашады. Ол нәрсеге ештеңе де жетпейтін, және осы бағалы нәрсеге қол жеткіздім де. Яғни, еш нәрсе дәметпестен, бір кісіге жақсылық жасағанда бастан кешетін ләззатты еш нәрсемен салыстыра алмайсыз. Болған жайт ұмытылып кетсе де, бастан өткерген керемет сезімнің әсері ұзаққа созылады. Сіз үшін орны бөлек екенін, сұхбаттасыңыздың көре білуіне мүмкіндік беріңіз. Адамдармен өздері туралы сөйлесуді ұмытпаңыз. Сонда ғана олар сізді қалағаныңызша тыңдайтын болады. 6-шы қағида. Адамдарға олардың сіз үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетуге тырысыңыз, және бұл шынайы болсын. Сонымен, 2-ші бөлімде айтылған қағидаларды еске салып өтейін. 1-ші қағида. Адамдарға шынайы ықылас танытыңыз. 2-ші қағида. Күліп жүріңіз. 3-ші. Адамның есімі өзі үшін ең мағыналы, ең маңызды сөз екенін есте сақтаңыз. 4-ші. Басқаларды тыңдай біліңіз. Олардың өздері туралы айтуына мұрсат беріңіз. 5-ші. Әңгімеңізге өзге кісінің мүддесі арқау болсын. 6-шы. Адамдарға олардың сіз үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетуге тырысыңыз, және бұл шынайы болсын. 3-ші бөлім. Ойыңызбен келісуге адамдарды қалай көндіруге болады? 1. Дауласу жеңіске жеткізбейді. Бірде мен сэр Росстың құрметіне берілген қонақасына шақырылдым. Ас ішіп жатқан кезде оң жағымда отырған ер адам маған бір қызықты оқиғаны айта бастады. Сөйтіп, өзі киелі кітаптан алдым деп ойлайтын, біздің не істегенімізді, қалай әрекет ететінімізді, мақсат ниеттерімізге қарай алдын ала жобалап отыратын бір құдіретті күш бар деген дәйек сөз, цитатаны айтып бірақ тоқтады. Ол көршім бұл сөздің киелі кітаптан алынғанына мені сендіруге тырысты. Алайда мен оның қателесіп отырғанына сенімді едім. Ол қателесті. Оған шек келтірмей қоюыңызға болады. Сөйтіп, өзімнің артықшылығымды байқатып, білімнің одан көбірек екенін көрсету үшін әңгімешінің қатесін түзеттім. Ол да айтқанынан қайтпады. Не? Шекспир айтқан дейсіз бе? Мүмкін емес. Бос сөз. Мен оны киелі кітаптан оқыған. Айтқандарына ол қалтықсыз сенетін. Сол жағымда ескі досым Фрэнк Гэммонд отырды. Фрэнк досым көп жыл бойы Шекспирді зерттеп келе жатқандықтан, көршім екеуміз одан төрелік айтуды сұрадық. Бізді әбден тыңдап болғаннан кейін
Фрэнк көршіме білдірмей аяғымды басып: «Дейл, сіз қателестіңіз. Ол дұрыс айтады. Бұл үзінді шынымен де киелі кітаптан алынған», деді. Кешке үйге қайтып келе жатқанда: «Фрэнк, бұл сөздің Шекспирден алынғанын білесің ғой?» деп сұрадым. «Әлбетте», деп жауап берді ол. «Гамлеттің 5 бөлімі 2 көрінісі». «Бірақ, мәртебелі Дейл, біз әлгі кешке құрметті қонақ ретінде шақырылдық. Сол адамның қателігін бетіне басқаннан не ұтар едің? Содан кейін ол адам сені ұнатады деп ойлайсың ба? Ол өз абыройын қорғап қалғысы келді. Ол үшін сенің пікірінің құны көк тиын. Олай болса, сөз таластырудың қажеті қанша? Шиеленістен әрқашан қашық жүрген жөн». Бұл айтылғандар мен үшін үлкен сабақ болды. Ойлап қарасам, мен көршімді ғана емес, досымды да ыңғайсыз жағдайға қалдырыппын. Дауласуға құмар болғанымда мұның бірі де болмас еді. Дауласып ешкімді жеңе алмайсыз. Жеңілсеңіз де сіз жеңілесіз. Жеңсеңіз де сіз жеңілесіз. Неге? Ойланып көріңіз. Сізбен сөз таластырып отырған адамның қателігін бетіне басып, тіпті оның дәл осы мәселеде дым білмейтінін дәлелдеп бердіңіз делік. Сонда не ұтасыз? Әрине, қанағаттану сезімі пайда болар. Ал ол ше? Сіз оның өзіңізден төмен екенін бетіне басқандай болдыңыз. Намысына тидіңіз. Демек, сіздің жеңісіңіз оған қуаныш әкелмейді. Адамды ойынан, еркінен тыс бас тартқызуға тырысқаныңызбен, ол өз көзқарасынан ешқашан бас тартпайды. Бейтс энд Писес журналында жарық көрген бір мақалада келіспеушіліктің дауласуға ауысып кетпеу үшін не істеуге болатыны жазылған еді. Пікір алуандығына жоқ демеңіз. Мына бір тәмсілді естен шығармаңыз. Екі серіктес бір-бірімен үнемі келісе берсе, олардың бірі жұмысынан айырылады. Өзіңіз байқамағанды басқалар көріп, сізге айтар болса, оларға алғыс білдіріңіз. Басқалардың өзгеше пікірі сізді үлкен қателіктерден сақтап қалуы мүмкін. Ішкі түйсікке үнемі сене беруге болмайды. Қандай да бір келеңсіз жағдайға тап бола қалсақ, біз бірден қорғануға көшеміз. Абай болыңыз. Салқынқандылық танытып, беретін алғашқы жауабыңызды мұқият ойланып айтыңыз. Ашуыңызды құрықтай біліңіз. Адамның шынайы бет-бейнесін ашуланған кезде тап басып айтуға болатынын естен шығармаңыз. Алдымен тыңдап алыңыз. Қарсыласыңызға өз ойын айтуына мүмкіндік беріңіз. Сөзін аяқтағанға дейін күтіңіз. Қарсы болмаңыз, өзіңізді қорғамаңыз, немесе дауласпаңыз. Бұлай істесеңіз, араларыңыз алшақтай түседі. Түсіністік орнатуға тырысыңыз. Қарсыласыңыздың ашуланғанын байқасаңыз, оның тілін табуға тырысыңыз. Қателессеңіз, мойындаңыз. Кешірім сұраңыз. Бұл қарсыласыңыздың ашуын басып, сізге қарсы шығуына тосқауыл болады. Қарсыласыңыздың пікірін ой елегінен өткізіңіз. Бәлкім, қарсыласыңыздың айтқаны дұрыс болар. Айтайын дегеніме құлақ аспадыңыз деген сөзді естігенше. Дәл осы арада сәл аялдап, олардың айтқанын ой елегінен өткізіп алыңыз. Қызығушылық танытқан үшін қарсыласыңызға рахмет айта біліңіз. Сіз де қарсыласыңызда бір мақсатты көздейсіздер. Оларды қарсылас деп емес, сізге көмектесе алатын адам ретінде қабылдаңыз. Бәрі жақсы болса, қарсыласыңыздың досыңызға айналып шыға келуі ғажап емес. Қарсыластарымның айтқандарының кейбірі дұрыс шығар. Олардың көзқарастарында қандай да бір шындық бар ма? Менің жауабыммен көзқарасым мәселені шеше ме? Әлде оларды ашуландыра ма? Менің көзқарасым қарсыластарымды маған жақындата ма? Әлде олар бұрынғыдан да алыстай түсе ме? Көзқарасым адамдардың маған берген бағасын арттыра ала ма? Бұдан мен ұтамын ба? Ұтыламын ба? Жеңістің бағасы қандай болмақ? Күрмеу қиын. Бұл мәселе мен үшін мүмкіндіктер есігін аша ма? Опера әншісі Ян Пирс үйленгеннен кейін 50 жыл өткенде былай деген екен: үйлене салысымен әйелім екеуміз бір келісімге келген едік. Содан бері қанша уақыт өтіп, қанша реніш туындаса да,
біз ол келісімді бұзған емеспіз. Бір ашуланса, екіншісі үндемей тыңдауы керек. Өйткені екі адам қатар айғайласа, бетің ашылып, дұрыс әңгіме болмайды. Бірінші қағида. Кез келген даудың шешімін табудың жалғыз жолы оған жол бермеу. Жау жоқ деме, жар астында, немесе оған қалай жол бермеуге болады. Адамдарға олардікі дұрыс еместігін сөзбен қалай жеткізе алсаңыз, көзқарас немесе интонация арқылы да тура солай жеткізуге болады. Бірақ олар сіздің ойыңызбен келісе қояр ма екен? Ешқашан келіспейді. Өйткені сіз олардың пікірін, көзқарасын, беделі мен өзіне деген құрметін жоққа шығардыңыз. Олар сізге қарсы жауап беруге асығады, бірақ өз пікірін өзгертпейді. Платон мен Канттың қисынды пікірлерін қалағаныңызша алға тарта беріңіз. Бәрібір олардың көзқарасын өзгерте алмайсыз. Себебі сіз олардың өздеріне деген сеніміне шабуыл жасадыңыз. Ешқашан да сөзіңізді "сізге оны дәлелдеп берейін" деген тіркестен бастамаңыз. Ол дұрыс емес. Бұл "мен сізден ақылдымын. Мен қазір бәрін түсіндіріп беремін. Өзіңіздікі қате екеніне көзіңіз жетеді" дегенмен бірдей. Мұндай әрекет бірден дауласуға жол ашады. Бұдан кейін сұхбаттасыңызда іштей қарсылық сезім пайда болып, сіз ашуыңызды ашып үлгергенше, ол шайқасқа дайын тұрады. Тіпті ең қолайлы жағдайды таңдап алған күннің өзінде де адамның ойын өзгерту оңай емес. Олай болса, басыңызға пәле іздеудің қажеті қанша? Өзіңізді ыңғайсыз жағдайда қалдырудың керегі бар ма? Біреуге бірдеңені дәлелдегіңіз келсе, бұл жайлы жалпақ әлемге жар салып айтудың қажеті шамалы. Оны басқалар сезіп қоймастай тып-тыныш үндемей істеңіз. Александр Поп бұл айтылғандарды екі жолға ғана былай сыйғызыпты. Адам сізден үйреніп жатқанын сезбеу керек. Білмегенін білу, ұмытқанын еске түсіргендей жағдайда орын алуы керек. 300 жылдай бұрын Галилей былай деген екен: адамға сіз ештеңе де үйрете алмайсыз. Тек білімді өзі іздеп тауып алуына ғана көмектесе аласыз. Ал лорд Честерфилд ұлына: қолыңнан келсе барлығынан ақылды болуға тырыс, бірақ оныңды ешкімге көрсетпе деп ақыл айтады екен. Афиналық Сократтың өзі шәкіртіне: мен білетін жалғыз нәрсе бар, ол менің ештеңе де білмейтінім деп айтыпты. Біз кейде ойымызды еш қарсылықсыз қиналмастан-ақ өзгерте саламыз. Алайда басқа адам біздің қателескенімізді айтар болса, көңілімізді кірбің шалып, жүрегімізді қайғы басады. Сеніміміздің қалай қалыптасатынына онша көңіл бөле бермегенімізбен, біреулер оны өзгерткісі келсе, оларды қорғап қалуға барымызды саламыз. Мұнда бізді алаңдататыны көзқарасымыз емес, өзіндік бағамызға тағылайын деп отырған сын. Мен деген бір ғана сөз адам үшін маңызы зор. Оны дұрыс қолдана алған адам ғана даналыққа қол жеткізеді. Бұл сөздің астарында менің тамағым, менің итім, менің үйім, менің әкем, менің анам, отаным, елім, менің құдайым, тағы да сол сияқты ұғымдар жатыр. Біз сағатымыздың дұрыс істемейтініне, немесе көлігіміздің ескілігі жайлы пікірге қалай ренжісек, Марс каналдары, Эпиктет сөзінің айтылуы, салицилдің емдік қасиеті, немесе Сарган патша өмір сүрген заман туралы түсінігімізді қайта қарастыру қажеттігі жайлы пікірге де дәл солай ренжиміз. Біз күні бүгінге дейін өзіміз сеніп, табынып келгендеріміздің барлығы ақиқат екеніне әлі де сене бергіміз келеді. Ал оларға мейлі, тіпті біріне ғана болса да, басқалардың күмәнмен қарауы реніш туғызады. Біз өз пікіріміздің дұрыстығын дәлелдеп, сенімдерімізді ақтау үшін түрлі тәсілдер қарастыра бастаймыз. Нәтижесінде, уәжіміз осыған дейін сеніп келген дүниелерімізге әрі қарай да сене беруге мүмкіндік туғызатын сылтау іздеумен алмасады. Адамдармен мәмілеге келе біліңіз. Бұл сізге мақсатыңызға жетуге көмектеседі. Екінші қағида: басқалардың пікіріне құрметпен қараңыз.
сіздікі қате дегенді айтушы болмаңыз. Қатеңізді мойындай біліңіз. Нью-Мексико штаты Альбукерке қаласының тұрғыны Брюс Харви қателесіп ауырып жатқан жұмысшының айлық жалақысын толық аударып жібереді. Қатесін байқаған кезде жұмысшыны өзіне шақырып алып, ауырып жатқан кезде жалақысын толық алуына байланысты келесі айда жалақының тек жартысы ғана берілетінін түсіндіреді. Жалақының жартысын ғана алу ауыр тиетіндіктен жұмысшы қайтарылуы тиіс соманы бірнеше айға бөліп тастауын сұрайды. Харви оған бастығы рұқсат берген жағдайда ғана солай істей алатынын айтады. Бұл жағдайға бастығымның ашуланатынын мен білдім, дейді Харви. Алайда мәселені оңтайлы шешу үшін бастыққа өзімнің қателескенімді айтуыма тура келді. Сөйтіп бастығымның кабинетіне келдім де, оған жалақы төлеуде қателікке жол бергенімді тәптіштеп айтып бердім. Бұл кадрлар бөлімінің қатесі, деп бұрқ етті ол. Жоқ, менің қатем, деп қайталадым мен. Есеп бөлімі дұрыстап қарауы керек болатын, деді ол да айтқанынан қайтпай. Мен де қатені жіберген өзім екенін қайталап айтудан танбадым. Қате менің тарапымнан кеткенін мен айтқан сайын, ол кеңседегі барлық адамды кінәлап шықты. Соңында маған тесіле қарап отырды да былай деді. Жақсы, бұл сенің қатең болсын, онда жөнде. Қате жөнделді, ешкімде ыңғайсыз жағдайға қалмады. Мен де бас сауғалап, сылтау іздеп кетпей, күрделі мәселені өз бетімше шеше алғаныма қуандым. Содан бері бастығым маған басқаша қарайтын болды. Кез келген ақымақ адам ақталуға сылтау таба алады, ал қатесін мойындау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Және ол адамның мерейін өсіріп, абыройын асқақтатады. Айталық, Гейтсберг түбінде болған пикет шайқасында әскерінің жеңіліске ұшырауын тек өзінің ғана қателік екенін тайсалмай мойындай білгені үшін генерал Роберт Ли ел есінде қалды. Айтқанымыз дұрыс болған жағдайда оны адамдарға жайлап жеткізе білгеніміз жөн. Ал қателессек, өзімізге адал болып, қатемізді тез арада еш қиналмастан мойындай білгеніміз дұрыс. Бұл тәсіл таңғаларлық нәтиже беріп қана қоймайды. Ол өзіңізді ақтағаннан әлде қайда қызығырақ. Жанжалдассаңыз ұтыласыз, үндемесеңіз үйдей пәледен құтыласыз. Деген мақалды ұмытпағаныңыз жөн. Үшінші қағида: қателессеңіз, қатеңізді тез және қаймықпастан мойындай біліңіз. Жылы-жылы сөйлесең. Сезіміңізді тежей алмай, ашуға ерік бердіңіз делік. Ойыңызды түгел айтып, бір жеңілдеп қалдыңыз. Ал сіздің ашуға толы сөзіңіз арналған сол бір адам жайлы ойлап көрдіңіз бе? Сіз айтарыңызды айтып, бір жеңілдеп қалғанмен, ол қандай жағдайда? Ол жеңілдік сезінді ме? Ашу-ызаға толы дұшпандық көзқарасыңызбен ол келісе алар ма екен? Вудро Вильсон: сіз маған жұдырық алып жүгірсеңіз, өзімді қорғап, қарсы шабуылдайтын қол менен де табылады. Алайда маған келіп, бір-бірімізге неліктен ұқсамайтынымызды, даудамайдың себебі не екенін талқылап көрейікші десеңіз, салиқалы сұхбаттан кейін бір-бірімізден айтарлықтай айырмашылығымыздың жоқ екенін, керісінше көп мәселеде көзқарасымыздың ұқсас екенін байқаймыз. Демек, шынайы ниет, шыдамдылық болса, біз ортақ мәмілеге қол жеткіземіз, деген екен. Инженер Штроуп пәтер жалдау ақысын азайтқысы келеді. Пәтер иесінің қатал адам екенін ол білетін. Бұл жайлы курста ол бізге әңгімелеп берген еді. Мен оған хат жазып, жалдау мерзімі аяқталысымен пәтерді босататынымды ескерттім. Шынымды айтсам, ол пәтерден көшуді онша қаламадым. Жалдау ақысын төмендетсе қала берер едім. Алайда солай болатынына аса сене қоймадым. Маған дейін басқа жалға алушыларды талпынып көргенімен, одан еш нәтиже шықпады. Өйткені қожайынмен тіл табысу мүмкін емес еді. Алайда мен курста үйренген тәсілдерімнің көмегімен онымен сөйлесіп көруге тырыстым. Хатымды алысымен ол бір күні хатшысын ертіп маған келді. Оларды күлімдей қарсы алғанмен, пәтер құнының қымбаттығы жайлы жақ ашпадым. Керісінше, бұл үйде тұрудың маған өте ұнайтынын айттым. Сөздерімде еш жалғандық жоқ еді. Оның үйді басқарудағы еңбегін бағалайтынымды айттым. Тағы бір жыл тұрғым келгенімен, мүмкіндігім жоқ екенін де тілге тиек етуді ұмытпадым.
Тұрғындар осылай жылы қарсы алар деп ол ойламаған болуы керек. Не айтарын білмей абдырап қалды. Сосын өзінің қазіргі кезде қандай қиын жағдайларды бастан өткеріп жатқанын, тұрғындарға ренішін, олардың бірі 14 рет хат жазғанын, кейбірінің тіпті тым асыра сілтеп жіберетінін жеткізді. Тағы бірі, үстіңгі қабатта тұратын адам қорылдауын қоймаса, пәтер ақысын төлемей қоямын деп қорқытқан екен. Өзің сияқты жайдар мінезі тұрғынның болғаны қандай жақсы, деп тебіренген еді сол кезде үй иесі. Сөйтіп, мен айтпасам да, пәтер ақысын арзандататынын айтты. Мен де қарап қалмай, қандай соманы қалтамның көтере алатынын айтып едім. Ол сөзсіз келісті. Кетерінде, пәтеріңізге қандай жөндеу жұмыстарын жасап бергенімді қалар едіңіз, деп сұрады. Басқа пәтер тұрғындары қолданған тәсіл көмегімен жалдау құнын төмендетуді өтінген болсам, мен де солар сияқты сәтсіздікке ұшырар едім. Тек достық ниетпен, жылы-жылы сөйлеу арқылы мен осындай жетістікке жеттім. Ертегі. Күн мен жел. Күндердің бір күні күн мен жел, кім күштірек деп келіспей қалады. Сонда жел: өзімнің сенен күшті екенімді оп-оңай дәлелдей аламын. Әне бір қарт адамды көріп тұрсың ба? Оның үстіндегі тонын сенен бұрын шеше алатыныма бәс тігемін дейді. Осыдан кейін күн бұлттың артына жасырынып, жел ұйтқып соға бастайды. Жел қатты соққан сайын қария да тонын қымтана түсіп, орнынан қозғалмайды. Ақырында шамасы жетпейтін түсінген жел ұйтқуын қойып, жеңілгенін мойындайды. Сол кезде бұлттың артынан шыққан күн қарияға қарап күлімдейді. Оның жылы шуағынан ыстықтап, терлеген қария тонын шешіп, қолына алады. Сонда күн желге: жылы пейіл мен қайырымдылық әрқашанда зорлық пен ашудан күшті деген екен. Шіріген тамақтан гөрі балдың бір тамшысына шыбын көбірек үймелейді. 4-ші қағида. Әңгімені бастарда достық ниетіңізді көрсете біліңіз. Сократтың құпиясы. Адамдармен сөйлескен кезде әңгімеңізді көзқарастарыңыздан үйлеспейтіні туралы айтудан бастамаңыз. Керісінше, өзара келісетін мәселелер төңірегінде ғана әңгіме қозғаңыз. Екеуіңіздің де бір бағытта жұмыс істеп жатқандарыңызды, тек оны іске асыру жолдарыңыздың ғана өзгешелеу екенін айтуды ұмытпаңыз. Сұхбаттасыңыз, сізге қарсы болмауының алдын алуға тырысыңыз. Профессор Олстриттің пікірінше, жоқ деген жауап аяққа салынған тұсау іспеттес. Жоқ деп айтқаннан кейін адамның ол сөзден бас тарта қоюы қиын. Жоқ деу арқылы асығыстық танытқаныңызды кейіннен түсінгеніңізбен сөзіңізді қайтып алуға намысы құрғыр жібермейді. Олай болса, кез келген әңгімені жағымды жағынан бастаған жөн. Бұл психологиялық заңдылықты оңай түсіндіріп беруге болады. Адамның жоқ деуі оның осы бір үш әріпті айтқаннан да күрделі процесс. Бұл сөзді айтқан кезде мидың белгі беру арқылы адамның жалпы ағзасы, жүйке жүйесі, бұлшық еттерінің бәрі ұсынысты қабыл алуға қарсы болады. Әдетте бұл құбылыс көзді ашып жұмғанша іске асады. Сол сияқты адам «иә» деп жауап берген кезде организм ұсынысты қабыл алуға икемделеді. Демек, біздің әңгімелесіп отырған адамымыз неғұрлым көбірек «иә» деген сайын, оның ұсынысымызды қабылдау ықтималдылығы да соғұрлым көбейе түседі. Бірақ көп адам оны назардан тыс қалдырып жатады. Кейде басқалармен келіспейтінін көрсетуге дайын тұратын адамдар өзінің беделін осылайша арттырғысы келетіндей көрінеді. Оклендтегі курсымыздың демеушісі Эдди Сноу бір дүкен иесінің оған «иә» деп айтқыза алуының арқасында өзінің дүкенінің тұрақты сатып алушысына айналып шыға келгенін айтып берген еді. Оны садақ ату қызықтыратын. Сондықтан ол жергілікті дүкеннен садақ сатып алады. Бірден ісі қонаққа келіп, уақыттарын көңілді өткізу үшін Эдди оған әлгі дүкеннен садақ жалға алып бергісі келеді. Сатушы өздерінің садақты жалға бермейтінін айтқаннан кейін Эдди басқа дүкенге қоңырау шалады. Телефон тұтқасын көтерген адам жағымды дауыспен үн қатты. Садақты жалға алуға байланысты сұраққа ол әріптестерінен мүлде басқаша жауап берді. Ол қазіргі кезде садақты жалға беруін тоқтатқанын айта келіп, менен бұрын жалға алып па едіңіз деп сұрады. «Иә, бірнеше жыл бұрын» деп жауап бердім мен. Сол кезде $25-30 төлеген боларсыз, деп есіме салды ол.
Сөйтті де, ақшаңызды үнемдегіңіз келе ме? Деп сұрады. Әрине, мен иә деп жауап бердім. Ол қазіргі кезде садақты барлық қажетті заттарымен қосқанда, $35 сатып жатқандарын, жалға алғаннан $5 ғана артық төлеу арқылы жеке өзіме ғана тиесілі садаққа ие болатынымды түсіндірді. Ақылға қонымды ұсыныс емес пе? Әрине, иә деп жауап бере отырып, мен садақпен қоса басқа да майда-шүйде құрылғыларды сатып алдым. Содан бері осы дүкеннің тұрақты клиентіне айналдым. Адамдарға Сократ қалай ықпал етті? Олардың қатесін бетіне басты ма? Жоқ, бәлкім басқа біреу солай істейтін шығар, ал Сократ оған бара қоймас. Оның даналығы да сонда. Сократ әдісі деп аталып кеткен әдісі иә деген жауапқа қол жеткізуден тұрады. Бұл әдіс бойынша оның қарсыласы иә деп жауап беретіндей сұрақтар қойылуы керек. Осылайша қарсыласының келісіміне бір-бірлеп қол жеткізе береді. Сұрақ аяқталғанда, оған дейін жоқ деп жауап берген сұрақтарына қалайша иә деп жауап бергенін қарсыластары байқамай да қалады. Күндердің бір күнінде қандай да бір адамның қатесін бетіне басқыңыз келсе, Сократты есіңізге алыңыз. Сөйтіңіз де сол адам иә деп жауап берерліктей сұрақтар қоюға тырысыңыз. Мысық табандап жүрсең, алысқа қиналмай жетесің деген керемет саясатты ойлап тапқан қытайлықтар адам табиғатын зерттеуге 5000 жылдай уақытын сарп етіп, ақырын жүрген адам ғана алысқа бара алатынын анықтаған еді. 5-ші қағида. Қарсыласыңыздан иә деген жауап алуға тырысыңыз. 6-шы. Наразылықтың алдын алу жолдары. Көбіміз өз ойымызды басқаға жеткізгенде тым ұзақ сөйлеп кеткенімізді өзіміз байқамай қаламыз. Мұндайда сөйлесіп отырған адамымыздың да ойын сұрау артық болмас. Өйткені, олар өздері айналысатын ісі мен проблемаларды сізден жақсы біледі. Сондықтан, олардың өздері туралы бір-екі ауыз сөз болса да айтып беруіне мүмкіндік беріңіз. Ол адаммен іштей келіспей, сөзін бөлгіңіз келіп тұратын кездер де болады. Бірақ олай істемеңіз. Одан ешнәрсе ұтпайсыз. Өз ойын толық айтып бітпей, олар сіздің айтқаныңызды бәрібір тыңдамайды. Сондықтан оларды ден қоя тыңдаңыз. Шынайы тыңдап отырғаныңызды көрсете біліңіз. Өз ойын толық айтып шығуына мүмкіндік беріңіз. Нью-Йорк газеттерінің бірінде қаржы айдарында ерекше қабілет пен тәжірибесі бар адамды жұмысқа алатыны туралы хабарландыруды көрген Чарльз Кубелис түйіндемесін жібереді. Бірнеше күннен кейін оны сұхбатқа шақырады. Шақыру алғанша ол осы кәсіпті ашқан адам туралы ақпарат іздестіріп, Уолл-стритте біраз уақыт өткізеді. Сұхбат кезінде ол: сіздер сияқты белгілі компанияда жұмыс істеу мен үшін зор бақыт. 28 жыл бұрын осы кәсіпті бастағанда бір кабинет пен бір стенографтан басқа ештеңе болмаған екен. Осы рас па? Деп сұрайды. Кез келген адам, әсіресе біраз жетістікке жеткен болса, өзінің бизнесті қалай бастап, қандай қиындықтарды бастан өткергенін айтып бергенді жақсы көреді. Бұл адам да сондай адамдардың бірі еді. Ол өзінің қалтасындағы бар жоғы $450 бизнеске қалай келгенін, оған қандай ой түрткі болғанын, кейде қолды бір сілтеп кетіп қалғысы келгенін, күлкіге қалмайын деп қиналғанын, күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей, күніне 12 сағат жұмыс істегенін, ақырында барлық қиындықты жеңіп, Уолл-стриттегі мықтылардың өзі келіп ақыл сұрайтын маңызды тұлғаға айналғанын ұзақ әңгімелеп берді. Мұндай жетістікке жеткен үшін өзіне разы еді ол. Онысы да жөн. Өз жеңісі жайлы қанша айтса да еш сөкеттігі жоқ. Әңгімесін аяқтаған соң, ол вице-президенттің бірін шақырып, бұл адамды жұмысқа алыңдар деп бұйырады. Франция философы Ларашфука да былай деген: жауыз десеңіз, достарыңыздан асып түсуге тырысыңыз, ал доссыз десеңіз, достарыңыздың сізден асып түсуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл айтылғандарды шындыққа жанасады деуге бола ма? Иә, себебі бізден артық екенін сезінген достарымыз өздерін маңызды сезіне бастайды. Ал біз олардан асқақ болсақ, олар төменшіктеп реніш пайда болады. 6-шы қағида. Көп тыңда, аз сөйле. Серіктестікке қалай қол жеткізуге болады? Күміс табақшаға салып ұсынған дайын ойдан гөрі, өз басыңызда пайда болған ойға көбірек сенесіз ғой. Шынымен солай болса, ойымызды басқаларға таңуымыз керек пе? Одан да өз ойымызды сол кісінің аузына салып,
оған өзінше ой қорытуына неге мүмкіндік бермеске? Адольф Зельс автосалондарының бірінде сату менеджері болып қызмет істейді. Бірде ол қарамағында істейтін қызметкердің рухын көтеріп, ашық жарқын әңгіме құрғысы келеді. Сатушылардың барлығы жиналғаннан кейін олардың менеджерден, яғни өзіне не күтетінін ашық айтып беруін өтінеді. Жиналғандар сөйлеп жатқан кезде айтқандарын тақтаға жазып отырады. Қызметкерлер сөзін аяқтаған соң, сіздердің талаптарыңыздың барлығын да орындаймын. Ал енді сіздер ортақ іске қандай үлес қосатындарыңызды маған айтып берсеңіздер, деп өтінеді. Жауап көп күттірмеді. Адалдық, бастамшылдық, жауапкершілік, көтеріңкі көңіл-күй, ұйымшылдық, 8 сағат бойы қызметін беріле, шын ниетімен атқару. Кездесудің нәтижелі болғаны сонша жұмысшылардың бірі тіпті 14 сағат жұмыс істеуге дайын екенін айтты. Кейінірек Адольф мырза сатылымның айтарлықтай өскенін байқаған. Адамдар менімен адамдық келісімге келгендей болды, дейді Зельс мырза. Содан бері мен де оларда міндетімізді толық атқаруға тырысып жүрміз. Олардың қалауы мен тілегіне құлақ асу арқылы жүректеріне жол тапқандай болдым. Ешбіріміз біреудің нұсқауымен бір нәрсе сатып алғымыз келмейді. Сол сияқты тапсырмасымен де еш нәрсе істегіміз келмейді. Не істесек те, не алсақ та, өз қалауымызбен алғымыз келеді. 25 ғасыр бұрын Қытай ғұламасы Лао Цзының айтып кеткен дана сөзі бүгін де құнын жойған жоқ. Тау суының өзендер мен теңіздерге құлайтынының негізгі себебі өзендер мен теңіздер таудан төмен орналасады. Төмен орналасқан соң ғана олар тау суына билік жүргізе алады. Олай болса, ақылды адам ешқашан өзін басқалардан жоғары қоймайды. Басқалардың алдына шығу үшін ол адамдардың артқы жағынан орын алады. 7-ші қағида. Идеяның иесі өз екенін сұхбаттасыңыздың сезінуіне мүмкіндік беріңіз. Жетістіктің басты формуласы. Сөйлесіп отырған адамыңыздың қателесуі әбден мүмкін. Алайда кімде болса өзінікін қате деп ойламайды. Бұл үшін оларды сынаудан аулақ болыңыз. Сынау әркімнің де қолынан келеді, ал сынаудың орнына басқаны түсінуге тырысу тек шыдамды, әрі парасатты адамның ғана қолынан келер іс. Әр адамның ойы мен ісінің өзіндік себебі бар. Сол себепті түсінген кезде ғана сіз кез келген кісінің іс-әрекетін өзіңізге қажетті бағытқа бұрып, адамның жан дүниесін ұғатын боласыз. Алдымен өзіңізді сол адамның орнына қойып көріңіз. Өзіңізден оның орнында болғанда мен қайтер едім деп сұрай алсаңыз ғана уақытыңызды үнемдеп, ашуға жол бермейсіз. Өйткені себебін білу арқылы салдардың алдын аласыз. Сондай-ақ адаммен тіл табысуды үйренесіз. 1 минутқа кідіріп, өзіңізді ерекше қызықтыратын мәселе мен онша қатты қызықтырмайтын мәселені салыстырып көріңіз. Басқа адамдардың да тура осындай күйде болатынын түсінуге тырысыңыз. Сонда ғана сіз Линкольн мен Рузвельт сияқты адамдық қарым-қатынас үшін не керек екенін, атап айтсақ, адамның басқа адамның көзқарасын түсінуге байланысты екенін түсінер едіңіз, дейді Кеннет Гуд. Жақсы адам қалай қалыптасады деген кітабында. Әйелі бақшадағы арамшөпті отап, өсіп тұрған көкөніске тыңайтқыш сеуіп, уақытында жинап алып жүрсе де, бұл жер өздері осы араға көшіп келген 4 жыл ішінде еш өзгермегенін айтып, Нью-Йорк тұрғыны Сэм Дуглас әйелінің қитығына тие беретін. Әрине, күйеуінің мұндай ескертпелеріне әйелі қатты ренжитін, содан үйдің тыныштығы да бұзылатын. Курсқа қатысқаннан кейін Дуглас мырза өзінің ұзақ уақыт ақымақ болып келгенін түсінеді. Осыған дейін ол әйеліне бұл жұмыстың ұнайтынын, оған тек жылы сөз ғана керек екенін түсінбепті. Бір жолы кешкі астан кейін әйелі бақшадағы көкөністі суаруға қамданып, Сэмге бірге шығайық дейді. Басында қарсы болғанымен, Сэм ойыннан тез айнып, әйелінің соңынан еріп, оған көмектеседі. Әйелінің сондағы қуанышын көрсеңіздер ғой. Осылайша олар 1 сағат бойы бірге еңбектеніп, әңгіме дүкен құрады. Сол күннен бастап Дуглас мырза әйеліне жиі көмектесіп, оның топырағы бетонға ұқсайтын кішкентай ауланы қандай керемет баққа айналдырғанын мақтап айтып жүрді. Мәселе басында арамшөп төңірегінде ғана болғанымен, ол ақырындап әр нәрсеге әйелінің көзқарасы тұрғысынан қарай бастады. Сөйтіп олардың отбасылық өмірі бұрынғыдан жақсара түсті. Сұхбат кезінде не айтарымды,
оған сұхбат алушы қалай жауап беруі мүмкін екендігін ойластырып, мен тиісті адамның кеңсесінің алдындағы тротуар бойымен 2 сағаттай ары-бері жүретінмін. Дин Донхэм. Осы кітапты оқығаннан кейін мәселені өз көзқарасыңызбен қатар, басқа адамдардың да көзқарасы тұрғысынан қарастырып, басқалар сияқты ойлай бастасаңыз, кітаптан бар үйренгеніңіз осы ғана болса да, сіз мансап жолында маңызды қадам жасадым деп есептеңіз. 8-ші қағида. Кез келген нәрсеге басқаның көзімен қарауды үйреніңіз. Адамдар нені қалайды? Қандай да бір дауды тоқтатып, ашу мен жек көру сезімін жоятын жақсылыққа бастап, басқа адамға өзіңізге құлақ астыратын сиқырлы сөзді білгіңіз келе ме? Ол сиқырлы сөз мынадай: осы ойыңыз үшін мен сізге еш кінә арта алмаймын. Сіздің орныңызда болғанда, мен де тура солай ойлар едім. Мұндай жауап қара тасты да жібітеді. Ол адамның орнында өзіңіз қандай күйде болатыныңызды елестетсеңіз, бұл сөзді шын ниетіңізбен айтасыз. Джей Мангум жұмыс істейтін Оклахома штатының Талса қаласында орналасқан лифтілер мен экскаваторларға қызмет көрсету компаниясы Талсадағы ірі қонақ үйлердің бірінен лифтілерді жөндеуге тапсырыс алады. Жөндеу жұмыстары үшін кемінде 8 сағат қажет болатын. Қонақтарға ыңғайсыздық туғызбас үшін қонақ үй менеджері лифтіні 2 сағаттан көп уақытқа өшіргісі келмейді. Ал қонақ үйге ыңғайлы уақытта компания қызметкері бос болмайды. Білікті мамандардың бірі босай қалғанда, Мангум мырза қонақ үй меңгерушісіне қоңырау шалып, онымен сөз таластырып тұрмай былай дейді: Рик, қонақ үйлеріңізде адам көп болғандықтан, эскалаторды ұзақ уақытқа өшіре алмайтыныңызды білемін. Алаңдап отырғандарыңызды білгендіктен де, мүмкіндігімізше көңілдеріңізден шығуға тырысамыз. Алайда тексеру жұмыстары барысында эскалаторды қазір жөндемесек, кеш болатыны, ол кезде оны 8 сағаттан да көп уақыт тоқтатуға тура келетіні анықталды. Эскалатордың бірнеше күн бойы тоқтап тұрғанын қаламайсыздар ғой. 8 сағаттың бірнеше күннен аз екенін жақсы білетін менеджердің келісуден басқа амалы болмады. Сөйтіп, менеджердің тұрғындарға алаңдауын түсінуге тырысқан Джей мырза оның келісіміне еш қиналмай қол жеткізе алды. Доктор Артур Гейтс білім беру психологиясы деп аталатын керемет еңбегінде былай деп жазады: адамға керегі жанашырлық пен түсіністік. Басқалардың өзіне жанашырлық танытқанын қалаған кезде бала алған жарақатын көрсетеді, тіптен денесін әдейі көгертеді. Ересектер де тура сондай. Оларда өздері тап болған бақытсыздық, ауру, хирургиялық оталардың жай-жапсарын тәптіштеп айту арқылы басқалардың жанашырлық сезімін туғызғысы келеді. Бақытсыздық үшін мейлі, ол шынымен немесе ойдан шығарылған болсын, басқаның жанашырлығын туғызуға деген құштарлық жалпыға тән қасиет. Олай болса, адамдарды өзіңізге қаратқыңыз келсе, осы тәсілді қолданып көріңіз. 9-ші қағида. Басқалардың ой-пікіріне түсіністік танытыңыз. Әркімнің көңілінен шығар сенімді тәсіл. Пирпонт Морган сараптамалық қорытындыларында адамның атқарған ісі екі түрлі болатынын жазады. Біріншісі, жақсы көріну үшін атқарылатын іс. Екіншісі, шын ниетімен атқарылатын іс. Шынайы себепті адам өзі ойлап табады. Оны көзге шығып көрсетудің қажеті жоқ. Алайда іштей барлығымызда идеалист болғандықтан, өзіміз де сенгіміз келетін сылтауды ойлап тапқымыз келеді. Демек, адамды өзгерткіңіз келсе, көңілге қонымды сылтау тапқаныңыз жөн болар. Осында идеалистік қағида іскерлік қарым-қатынаста өзін қаншалықты ақтай алар екен. Пенсильвания штатының тұрғыны, Фаррелл Метчелл компаниясының қызметкері, Фарреллдің басынан өткерген оқиғасы өте қызық. Пәтерді жалға алушылардың ішінде еш нәрсеге көңілі толмайтын, көшіп кетемін деп қорқытатын бір адам болды. Пәтерді жалға беру келісімшартының уақыты бітуіне әлі 4 ай бар екеніне қарамай, көшіп кететінін айтады. Бұлар ол үйде жылдың ең қымбат мезгілі болып саналатын қыстан бері тұрып келеді. Егер қазір шығып кетсе, күзге дейін пәтерді ешкім жалға алмайды. Ал пәтер бірнеше ай бос тұрса, қанша шығынға бататынын ойлағанда ашудан жарыла жаздадым. Ал пәтер бірнеше ай бос тұрса, барып келісімшартты қайта оқып шығуын талап етуге болар еді. Сөйтіп, келісімшартта көрсетілгендей,
уақытынан ерте шыққан жағдайда қалған 4 айдың ақысын бәрібір толық төлеу керек екенін, олай болмаған жағдайда сот арқылы өндіріп алатынымды ескертер едім. Алайда жетіп барып онымен ұрса жөнелудің орнына мен басқа тәсіл қолданып көрмек болдым. Сөйттім де оған былай дедім: Доу мырза, сіздің бұл арадан көшіп кетсем деген ниетіңізді естіп, әлі де сене алар емеспін. Пәтерді жалдап келген қаншама жыл бойы мен адам табиғат туралы көп нәрсе ұққандай болғанмын. Сондықтан да сөзінде тұра алады деген нық сеніммен ең бірінші болып сізге осы пәтерді жалға беріп едім. Солай екеніне кәміл сенетіндіктен тәуекелге бел байладым. Сонымен менің ұсынысым мынадай: шешім қабылдауға асықпай, бірнеше күн тағы бір ойланып көрсеңіз. Келесі төлем уақыты, яғни келесі айдың 1-іне дейін келіп, әлі де көшпек ойыңыз бар екенін айтсаңыз, сөзіңізді жерге тастамайтыныма сөз беремін. Көшуіңізге кедергі келтірмей, өзімнің де сіз жайлы қате пікірде болғанымды қабылдаймын. Қалай болғанда да, екі сөйлемейтін адам ретінде, келісімде көрсетілген уақытқа дейін осында тұра береді деп сенемін. Себебі кім болсақ та, шешімді өзіміз қабылдаймыз. Келесі айдың басында ол өзі келіп пәтер ақысын төлеп кетті. Әйелімен ақылдасып, адамға сөзінде тұрудан маңызды ештеңе жоқ деп ой түйіп, олар осы пәтерде қаламыз деп шешіпті. 10-шы қағида: ақылға қонар тәсілге жүгініңіз. Кинолар түсіріліп, телеарналар көрсетуде. Сіз неге бұнымен айналыспайсыз? Жарнама мамандары көрнекіліктің ықпалын жақсы біледі. Мысалы, егеуқұйрыққа қарсы у өндірушілер дүкендерге 2 түрі егеуқұйрық салып, арнайы витрина орнатады. Удың оларға тигізер әсері көрсетілген кезде сауда көлемі 5 есеге дейін артқан. Телевизияға жарнама берушілер тауарын өткізу үшін сахналандырылған көріністерге көптеп жүгінеді. Бір кеш теледидардан жарнама көріп, әр ролик үшін жарнама агенттіктерінің қандай тәсілдер қолданатынын байқаңызшы. Сіз біреулердің антрациттік құралдың көмегімен түтікшедегі қышқылдың түсін өзгертіп жатқанын, бұлай істеу олардың бәсекелестерінің қолынан келмейтінін байқайсыз. Бір компания сабыны кетіре алмаған майлы дақтарды басқа компания жасаған сабынның оп-оңай кетіргенін көресіз. Көліктің ойлы-қырлы жерден еш қиналмай секіріп өткеніне куә боласыз. Бақытты жандар бұл өнімдерді сатып алғанына қаншалықты риза екендерін жарыса жеткізеді. Осылайша тауар өндірушілер халықтың бұл заттарды сатып алуына түрткі болады. Сіз де бизнестегі идеяңызбен өміріңіздің басқа да саласын осындай сахналандырылған қойылымға айналдыра аласыз. Оның еш қиындығы жоқ. Виргиния штаты Ричмонд қаласының тұрғыны, ұлттық кассалық ақпарат орталығы компаниясының сату иллюстрациялар жөніндегі менеджері Джейм Йеменс осындай көріністер арқылы тауарын қалай сатқанын айтып берген еді. Өткен аптада мен жанымыздағы азық-түлік дүкеніне кіріп, олардың өте ескі кассалық аппаратты қолданып отырғанын байқадым. Сосын дүкен иесіне келіп былай дедім: әр сатып алушыдан касса арқылы 1 тиын жоғалтып отырсыз. Сөйттім де бір уыс тиынды жерге шашып жібердім. Бұл ойымды жай сөздермен жеткізсем, ол онша көңіл бөлмес еді. Ал тиындардың сыңғыры оның қарамасына қоймады. Осылайша мен дүкендегі барлық ескі аппараттарды ауыстыруға тапсырыс алдым. 11-ші қағида: идеяларыңызды сөзбен емес, көрнекілікпен және ойынның көмегімен жеткізуге тырысыңыз. Еш нәрсе көмектеспесе, мынаны байқап көріңіз. Чарльз Швабтың кәсіпорнындағы бір цехтың жұмысшылары жоспарын ешқашан орындамайтын еді. Сіз сияқты асқан қабілетті адам алдына қойған жоспарын қалайша орындай алмайды, деп сұрайды Шваб цех бастығынан. Білмеймін, жұмысшылармен сөйлестім де, алдадым да, жұмыстан шығарып жіберем деп қорқыттым да. Бірақ еш пайда жоқ. Баяқ жартас, сол жартас, деп жауап береді ол. Бұл әңгіме күндізгі кезек аяқталып, түнгі кезек басталар алдында болған еді. Шваб менеджерден бор сұрап алады да, қасында тұрған адамнан: бүгін сіздер қанша құйма құйдыңыздар? деп сұрайды. 6. Шваб үндемей еденге үлкен 6 санын жазады да, ары қарай жүре береді. Еденде жазулы тұрған 6 санын көрген түнгі кезектегілер бұның не екенін сұрайды. Бүгін бірінші бастық өзі келіп кеткен еді, деп жауап береді күндізгі кезекте болғандар.
Ол бізден қанша құйма құйғандарымызды сұрады. Біз 6 деп жауап бергеннен кейін еденге жазып кетті. Келесі күні тағы да келген Шваб түнгі кезектегілердің 6 санын өшіріп, орнына 7 деп жазып кеткенін көреді. Бұны күндізгі кезектегілер де байқайды. Демек, түнгі кезектегілер өздерін күндізгі кезектегілерден мықтымыз деп ойлайды екен ғой. Олай болса, кімнің мықты екенін көрсетейік. Сөйтіп жұмысшылар барын сала іске кірісіп кеткенде, еденге үлкен қылып 10 сан жазып кетеді. Осылайша, өндіріс бойынша артта келе жатқан бригада біраз уақыт өткен соң алдыңғы орынға бірақ шығады. Мұнда қандай құпия жатыр? Чарльз Швабтың өзіне сөз берейік. Мақсатқа жетудің сенім тәсілдерінің бірі бәсекелестік туғыза білу. Мен тек ақша табуға ғана бағытталған бәсекені айтып отырған жоқпын. Айтайын дегенім, адамдардың өзгелердің басымдылығын көрсетсем, көбірек жетістікке жетсем деген талпынысын туғыза білу. Иә, табысқа жетуге деген талпыныс. Бәсеке, күрес. Бұлар адамның рухын көтеретін басты тәсілдер. Олай болса, табысқа жеткен әр адам үшін ойын керек. Жай ғана ойын емес, нағыз бәсеке, сайыс қажет. Әр адам қандай да бір салада өзін танытқысы келеді, өзінің бағасы жоғары екенін, басқалардан артық екенін, жеңіске жете алатынын дәлелдегісі келеді. Жаяу жарыс, мешкейлер сайысы секілді бір түрлі жарыстардың да негізгі себебі адамдардың басқалардан асып түскісі, өз орнын көрсеткісі келуі. 12-ші қағида. Бәсекеге жол ашыңыз. Сонымен, жоғарыда айтылған 12 қағиданы қайталап өтсек. Бірінші қағида. Кез келген даудың шешімін табудың жалғыз жолы оған жол бермеу. Екінші қағида. Басқалардың пікіріне құрметпен қараңыз. Сіздікі қате дегенді айтушы болмаңыз. Үшінші. Қателессеңіз, қатеңізді тез және қаймықпастан мойындай біліңіз. Төртінші. Әңгімені бастарда достық ниетіңізді көрсете біліңіз. Алтыншы. Көп тыңдап, аз сөйлеңіз. Жетінші. Идеяның иесі өзі екенін сұхбаттасыңыздың сезінуіне мүмкіндік беріңіз. Сегізінші. Кез келген нәрсеге басқаның көзімен қарауды үйреніңіз. Тоғызыншы. Басқалардың ой пікіріне түсіністік танытыңыз. Оныншы. Ақылға қонар тәсілге жүгініңіз. 11-ші. Идеяларыңызды сөзбен емес, көрнекілікпен және ойынның көмегімен жеткізе біліңіз. 12-ші. Бәсекеге жол ашыңыз. 4-ші бөлім. Көшбасшы бол. Ренжітпей, немесе өкпелетіп алмай адамдарды қалай өзгертуге болады? Адамға қателігін көрсеткіңіз келсе, осы амалдан бастаңыз. Калвин Кулич президент болып тұрған кезде, менің достарымның бірі ақ үйге қонаққа шақырылады. Досым президенттің кабинетіне кіріп келе жатып, оның хатшыларының біріне: "Үстіндегі көйлегіңіз қандай әдемі, сізге керемет жарасады екен" дегенін естиді. Бұл сірә үндемес Кал деген лақабатпен белгілі президент хатшыларына айтқан алғашқы мақтау сөзі болар. Мұндай мақтауды күтпеген хатшы ұялғаннан қызарып кетеді. Сонда Кулич оған былай дейді: "Ұялмаңыз. Бұл сөзді көңіліңізді көтерейін деп әдейі айтып отырмын. Бүгіннен бастап тыныс белгілеріне абай болыңыз." Оның мақтауы сәл қисынсыздау көрінгенмен, қолданған тәсілінде мін жоқ. Мақтаудан кейін сын айту әдетте айтарлықтай ауыр тимейді. Нью-Джерси штатының Форт Монмут қаласындағы федералдық қаржы басқармасында жауапты қызмет атқаратын Дороти Врублевский өз қарамағындағы бір қызметкердің еңбек өнімділігін қалай арттырғанын курста айтып берген еді. Біраз уақыт бұрын тағылымдамадан өтетін бір қызды жұмысқа алдық. Ол клиенттермен жақсы тіл табыса білетін, кейбір транзакцияларды да өз бетімен мінсіз атқаратын. Алайда жұмыс күні аяқталып, кіріс пен шығысты есептеуге келгенде біраз қиналатын. Бірде бас оператор келіп, ол қыздың өте жай есептейтінін, барлығына кедергі келтіретінін айтып,
жұмыстан шығаруды талап етті. Қаншама рет көрсетіп, түсіндіріп бердім. Еш нәтиже жоқ. Жұмыстан шығарыңыз. Келесі күні мен жаңағы қыздың жұмысын бақылап көрдім. Ол жылдам, әрі тиянақты жұмыс жасады. Күндізгі міндетін ұқыпты атқарып шықты. Оған клиенттермен жұмыс істеу ұнайтыны көрініп тұрды. Дегенмен, оның кіріс пен шығысты есептеуге келгенде, қиналатынын байқау аса қиынға соға қоймады. Кеңсе жабылған соң, мен оған таяп келіп, оның көңіл қошының жоқ екенін және күйгелектеніп тұрғанын байқадым. Оны бақылағанымды білдірмей, оның клиенттермен тез жұмыс жасағанын, клиенттердің көңілінен шығып, тілін таба білгенін мақтап, кірісті есептеуде өзіміз қолданатын әдісті көрсетіп бергім келетінін айттым. Оған сенім білдіргенімді байқағаннан кейін, қыз бұл істі бірден қағып алды. Болашақта ондай проблема туындамады. Мақтау. Тіс дәрігерінің тәжірибесіне сүйеніп айтар болсақ, новокаин сияқты. Пациенттің тісін емдеу үшін дәрігер алдымен тістің ауруын басып алады. Бірінші қағида. Жұмысты мақтау мен шынайы көтермелеуден бастаңыз. Екінші. Сынағаныңыз үшін адамдар сізді жек көріп кетпеу үшін не істеуге болады? Тура айтылған сынды көтере алмайтын адамдарды ренжітіп алмау үшін сынды жанамалап жеткізу таптырмас тәсіл. Жұмыстан үйіне келгенде Джейкоб ханым құрылыстан шыққан ағаш қалдықтарының аулада шашылып жатқанын үнемі көріп жүрді. Алайда, құрылысшылар өз жұмысын жақсы істегендіктен, тырнақ астынан кіріздеп, олардың ашуына тигісі келмейді. Бір күні жұмысшылар үйлеріне кеткеннен кейін, балалармен бірге ағаш қалдықтарын бір жерге үйіп жинайды да, келесі күні бригадирге былай дейді: кеше ауланы мұнтаздай етіп тазалап кеткендеріңіз үшін көп рахмет. Көршілер де риза болып жатыр. Сол күннен бастап, жұмыс аяқталғаннан кейін құрылысшылар қоқысты бір бұрышқа жинап кететін болды. Бригадир де күнделікті келіп құрылысшылардың тапсырманы қалай орындағанын қадағалап отыруды әдетке айналдырды. Екінші қағида. Адамдардың қателігін бетіне басудан аулақ болыңыз. Үшінші. Өз қатеңіз туралы айтудан бассаңыз. Қатені түземесе де, оны мойындай білу басқа адамдардың мінез-құлқын өзгертуге әсер ететін аз ғана тәсілдің бірі. Оған 15 жасар ұлының темекі тарта бастағанын көрген Тимониум қаласының тұрғыны Кларенс Церхусеннің оқиғасы айқын дәлел бола алады. Әрине, мен Дэвидтің темекі тартқанын жақтырмадым, деп әңгімесін бастаған еді Церхусен мырза. Алайда, әйелім екеуміз де темекі тартатындықтан, оған жақсы үлгі бола алдық деп ойламаймын. Сондықтан мен Дэйвке өзімнің темекіні қай кезден бастап тарта бастағанымды, никотиннің кесірінен қиналып жүргенімді, енді оны тастаудың қиындығын айтып бердім. Темекіден тапқан жөтелдің мені қалай мазалайтынын айта келіп: менің ұлымсың ғой. Сондықтан, сен де оңайлықпен темекіні тастай алмассың, деп аяқтадым сөзімді. Мен темекіні таста деп оған жалынбадым да, ұрсып немесе оның салдары жайлы айтып қорқытпадым да. Тек темекіге қалай әуес болғанымды, сол үшін қандай азапты бастан өткергенімді ғана айтып бердім. Біраз ойланғаннан кейін, ол мектепті бітіргенше темекіні ауызға алмаймын деп уәде берді. Содан бері қаншама уақыт өткенімен, Дэвид темекіні қайтып аузына алмады. Баламмен арадағы әңгімеден кейін, мен де темекіні тастауға бел байладым. Отбасымның қолдауы мен мақсатыма жеттім. Жақсы көшбасшы келесі қағидаға жүгінер болар. Үшінші қағида. Біреуді сынамас бұрын өз кемшілігің туралы айтып өт. Төртінші. Бұйыра сөйлеген адамды ешкім ұнатпайды. Вайоминг штатына қарасты кәсіби техникалық колледжінің оқытушысы Дэн Сантарелли студенттерінің бірі көлігін рұқсат етілмеген жерге қойып, колледж шеберханасына кірер жолды жауып тастағаны жайлы бізге айтып берді. Бұны көрген оқытушылардың бірі кабинетке жұлқынып келіп: жолда тұрған кімнің көлігі? Деп айғайға басады. Көлік иесі өзіне тиесілі екенін айтып бітпей, әлгі оқытушы: көлікті дәл қазір алып кет, әйтпесе мен оны шынжырмен байлап сүйреп тастаймын, деп қоқан-лоққы көрсете бастайды. Студенттікі дұрыс емес, ол көлігін бұл жерге қоймауы керек еді. Бірақ дәл осы күннен бастап бұл студент қана емес, оның сыныптастары да оқытушыны жек көріп кетті.
оның сабағына бөгет жасауға тырысатын болды. Бұл жағдайды басқаша қалай шешуге болады? Оқытушы қатты ашуға баспай, жолда тұрған кімнің көлігі деп сұрап, сосын көліктің дұрыс қойылмағандығын, басқа көліктердің кіріп шыға алмай қалғанын жеткізсе, студент еш қарсылықсыз көлігін басқа жерге апарар еді. Студенттер де оқытушыға сонша ренжімес еді. Сұрақ қою бұйрықты майдалап жеткізудің жақсы жолы ғана емес, ол сондай-ақ сұрақ қойылған адамның шығармашылық әлеуетін ашуға көмектесетін негізгі тәсілдердің бірі. Адамдар бұйрыққа қатысы бар шешімнің қабылдануына өздері де атсалысқан болса, мұндай бұйрықты қуана-қуана іске асырады. Иэн Макдоналд оңтүстік Африкадағы Джоханнесбург қаласында жоғары дәлдікті станоктарға арналған қосалқы бөлшектер жасайтын кішігірім зауыттың бас директоры. Бірде оларға өте көп тапсырыс келіп түседі. Осыған байланысты мүмкіндіктерін ой елегінен өткізген ол бұл тапсырысты талап етілген уақытта бітіре алмайтынын түсінеді. Өндіріс жоспарының әлдеқашан бекітіліп қоюымен тапсырысты іске асыруға берілген уақыттың тығыздығы оның осындай шешімге келуіне себеп болды. Адамдарын асықтырып, тапсырысты уақытында бітіруге бұйрық берудің орнына, ол жұмысшыларды жинап, жағдайды түсіндіреді. Тапсырысты кешіктірмей орындау компания мен жұмысшылар үшін қаншалықты ауыр болар еді деп сұрайды. Тапсырысты орындау мүмкін бе? Тапсырысты қабылдау үшін өндіріс жоспарына қандай өзгерістер енгізе аламыз? Бұл тапсырысты іске асыру үшін жұмыс кестемізді қалай өзгертеміз? Жұмысшылар ой пікірлерімен бөлісе келіп, тапсырысты қабылдаған жөн деп бірауыздан келісті. Олар бұл шешімді қолымыздан келеді деген көзқарас тұрғысынан қабылдап, тапсырысты орындаумен қатар, оны тапсырыс берушіге уақытында жеткізді. 4-ші қағида. Бұйрық беруге асықпай, басқалардың ойын білуге тырысыңыз. 5-ші. Басқаның абыройын аяққа баспаңыз. Анна Мацони азық-түлікті қаптаумен айналысатын компанияда маркетинг жөніндегі маман болып қызмет атқаратын. Мацониге жаңа өнімді маркетингтік тестілеуге қатысты алғашқы маңызды тапсырма беріледі. Анна: тест нәтижесі келгенде көзім атыздай болды. Жобалау кезінде өрескел қатеге жол бергендіктен тестті бастан аяқ қайта жасауым керек. Ең сорақысы, уақыттың тапшылығынан бұл мәселен бастығыма өзім есеп беретін жиналыста ғана айта аламын. Есепті оқуға мені шақырған кезде қорыққанымнан дірілдеп кеттім. Бірақ дүние төңкеріліп түссе де жыламауға, осында отырған еркектердің, әйелдер өте сезімтал болғандықтан басшы қызметін атқара алмайды деп жерден жеті қоян тапқандай бар әлемге жар салуына жол бермеймін деп шештім. Есебімді қысқа ғана қайырдым да, жіберген қателерге байланысты тест нәтижесінің келесі жиынға дейін дайын болатынын жеткіздім. Сөйтіп, орныма отырдым да, бастығымның айғайға басқанын күттім. Алайда, мен қателесіппін. Бастығым жай ғана атқарған жұмысым үшін алғыс білдіріп, жаңа жобаны қолға алған кез келген адамның қателесуі мүмкін екенін айтты. Келесі тест кезінде мұқият болуымды тапсырды. Сондай-ақ, әріптестерімнің алдында маған қатты сенім артатынын, менің қолымнан келгеннің бәрін істегенімді, қатенің қабілетсіздіктен емес, тәжірибесіздігімнен орын алғанын ескертті. Мен жиналыстан еңсем көтеріліп, келесі жолы бастығымды ұятқа қалдырмауға өзіме серт беріп шықтым. Біздікі 1000 жерден дұрыс болып, келесі адам оңбай қателессе де, біреудің намысын таптау арқылы оның беделіне нұқсан келтірмеңіз. Француз авиациясының атасы Антуан де Сент былай деген еді: мен адам беделін түсіріп, абыройын аяққа таптарлықтай іске ешқашан бармаймын. Кез келген адам үшін ол жайлы менің не ойлайтыным емес, оның өзі жайлы не ойлайтыны маңызды. Адамның абыройына нұқсан келтіру нағыз қылмыс. 5-ші қағида. Адамның абыройын аяққа баспаңыз. 6-шы. Адамдарды жетістікке қалай ынталандыруға болады. Пит Борлоу менің ескі досым. Ол өмір бойы циркте өнер көрсетіп келеді. Арнайы жаттықтырылған иттері және понийі бар. Иттерін жаңа қойылымға қалай дайындайтынын көру мен үшін аса қызық. Иттер өз рөлін жақсырақ орындаса, Пит олардың арқасынан сипап, мақтап, ет беріп, жік жапар болатын.
Бұны жаңалық деуге келмес. Жануарларды қолға үйрететіндердің барлығы да осы тәсілді ғасырлар бойы қолданып келгені белгілі. Олай болса, иттердің мінез-құлқын өзгерту үшін қолданатын бұл тәсілді адамдарға неге қолданбасқа? Қамшының орнына неге қалжа бермейміз? Даттаудың орнына неге мақтамаймыз? Серіктесіміздің немесе туысқандарымыздың сәл де болса ілгерілегенін байқасақ, мақтауымызды аямайықшы. Бұл адамның одан бетер жетіле түсуіне көмектеседі. Джесс Лейер былай дейді: мақтау сөз адамның жанына күн сәулесі сияқты әсер етеді. Біз онсыз көктеп өсе алмаймыз. Көбіміз бас салып сынауға дайынбыз. Алайда жанға шуақ шашар мақтауға келгенде сараңдық танытамыз. Кейде өткен күндерге көз тастап, бір-екі ауыз мақтаудың өмірімді қай кезде және қалай өзгерткенін есіме алып отырамын. Сізде де ондай кездер болған шығар. Мақтаудың құдіретінен бастау алған таңғажайып оқиғалар тарихта жетіп артылады. Айталық. Көп жыл бұрын Неопелдегі бір өндірісте 10 жасар бала жұмыс істейді. Оның бар арманы әнші болу еді. Алайда алғашқы тап болған ұстазы оған ән айту қолынан келмейді, дауысың гүжілдеп шығады, деп кесіп айтады. Соған қарамастан, оның байғұс анасы баласына шабыт беріп, ән айту оның қолынан келетінін, дауысының күннен күнге жақсарып келе жатқанын айтып, қанаттандырып отыратын. Өзі жалаң аяқ жүрсе де, тапқан ақшасын баласының музыкадан алған сабағына төлейтін. Осы қарапайым әйелдің мақтауы мен ынталандыруы әлгі баланың өмірін өзгертті десек болады. Бұл өз заманының ең мықты, ең танымал опера әншісі Энрике Карузо еді. Біз өз күш-қабілетіміздің болмашығына бөлігін пайдаланғандықтан, адам болмысына тән қасиеттердің жартысына да қол жеткізе алмадық. Шындығында, адам баласы шексіз қабілеттер мен мүмкіндіктерге ие. Бірақ оны қайда, қалай қолдануды білмейді. Осы жолдарды оқып отырған сіздің де әдетте қолдана бермейтін қасиеттеріңіз баршылық. Сол қасиеттердің бірі адамдарды мақтап, олардың жақсы қырын ашуға көмектесе білу қасиеті. Кез келген қасиет сын айтылған кезде солады, ал мақтаудың арқасында гүлдеп қанатын кеңге жаяды. 6-шы қағида: адамның ірілі-ұсақты кез келген жетістігін мақтап отырыңыз. Мақтаудан аянып қалмаңыз, және ол шынайы болсын. 7-ші жақсы сөз жарым ырыс. Жақсы жұмысшы күндердің бір күнінде ісін салғырт атқара бастаса, не істер едіңіз? Оны жұмыстан шығарып жіберуге болады, алайда бұл жақсы шешім емес. Ұрысуға да болады, бірақ реніштен басқа ештеңеге қол жеткізе алмайсыз. Индиана штатының Лауэлл қаласында орналасқан ірі жүк көліктеріне қызмет көрсету орталығының менеджері Генри Хенкенің қол астында осындай бір жұмысшы бар. Басында жақсы жұмысшылардың қатарында болған. Оның жұмысына енді клиенттер шағым айта бастады. Оған ұрысып, жұмыстан шығарамын деп қорқытудың орнына, Хенке оны кабинетіне шақырып алды да ашық сөйлесті. «Билл», деп бастады ол әңгімесін, «сен тамаша механиксің, және бұл салада тәжірибең мол. Жөндеген көліктерің үшін клиенттер саған дән риза. Өкінішке қарай соңғы кезде жұмысты кеш тапсырып жүрсің. Ол аздай жұмыстың стандарттарға сай келмейді. Маңдайалды жұмысшыларымыздың бірі болғандықтан, мені бұл жайт қатты алаңдатады. Қалай болғанда да, екеуміз бірлесе отырып тығырықтан шығар жол табамыз деп үміттенемін». Билл өз кезегінде міндетін дұрыс атқара алмай жүргенін білмегенін, қандай да бір кемшілік болса, бұл оның біліктілігінің төмендігін білдірмейтінін айтып, болашақта жағдайды түзеуге уәде берді. Ол уәдесін орындай алды ма? Сенуіңізге болады. Бәрі де Генри ойлағандай болды. Билл бұрынғы деңгейіне қайтып оралды. Тапсырыстарды тез және сапалы орындай бастады. Хенкенің өзіне артқан сенімінен кейін жұмысты басқаша атқару мүмкін емес еді. Адамды сыйлайтыныңызды оған көрсете біліңіз. Оны басқару еш қиындық туғызбайды. Қысқасы, адамның қандай да бір қасиетін дамытқыңыз келсе, сол қасиетті адамның бойынан іздеңіз.
Сол қасиеттің өз бойында бар екеніне сендіріңіз. Шекспир айтқандай, адамгершілігі жоқ адамның өзін адамгершілігі жоғары адамдай көрсете біліңіз. Бұл ойыңызды ашық айтыңыз. Сонда ғана ол адам сіздің үмітіңізді ақтауға тырысып, сол бағаға сай болу үшін барын салады. 7-ші қағида. Адамның беделін көтеруге тырысыңыз. Сонда ол сеніміңізді ақтауға талпынады. 8-ші. Қатені түзеуге болатынына адамдарды сендіре біліңіз. Әлі күнге дейін сүр бойдақ болып жүрген 40 жастағы досымның әрең дегенде қол жеткізген қалыңдық қиылып жүріп, оны би үйренуге көндіреді. Құдай куә, осы би деген құрғырды үйренуге 20 жыл бұрында талпынған едім. Қалыңдығымның өтінішін жерге тастамай, биге қатыстым. Бір би мұғалімін тауып, ол қимылдарымның ебедейсіз екенін, бәрін басынан үйренуге тура келетінін айтты. Сағым сынып, үйге қайтқан мен, енді ол мұғалімге қайтып жоламауға серт бердім. Келесі би мұғалімі бетіме өтірік мақтаса да, оның айтқандары маған ұнады. Ол менің қимылдарымның қазіргі уақытқа сәл сай келмегенімен, жалпы қабілетімнің бар екенін, жаңа қимылдарды еш қиындықсыз үйреніп алатынымды айтып, көңілімді көтеріп те тастады. Алғашқы мұғалім қатемді бетіме басып, меселімді қайтарған еді. Бұл мұғалім мүлде басқа жолды таңдады. Орайы келгенде мені мақтап, қателерімді азайтып отырды. Туа біткен дарының бар, нағыз биші деуге болады, дейтін ол мені қанаттандырып. Бұдан кейін өзімді шынымен де бишідей сезіне бастадым. Тіпті іштей оның айтқандарына сене бастадым. Осы жылы сөз үшінде ақша үшінде төлегенім рас болғанымен, ақшаны бұл жерде еске алу қисынсыз болар. Қалай болғанда да, туа бітті дарынының бар екенін айту арқылы ол маған сенім сыйлады. Бұл менің одан да жақсы билеуге талпынуыма түрткі болды. Балаңызға, жұбайыңызға немесе қол астыңыздағы қызметкерге оның тым білмесе екенін, кейбір істердің қолынан келмейтінін, сондықтан еш нәрсені дұрыс істей алмайтынын айтып көріңізші. Осы сөздеріңізбен сіз оның алға ұмтылсам деген ниетін тасталқан етесіз. Керісінше, оған қолдау көрсетіп, істің ол ойлағандай қиын еместігіне сендіре білсеңіз, оның қолынан келетініне сенетініңізді көрсете алсаңыз, ол бұл істі барынша сапалы атқара алғанға дейін машықтана беретін болады. 8-ші қағида. Қанаттандыра біліңіз. Қатені түзетудің еш қиындығы жоқ екенін көрсетіңіз. 9-шы. Адамдарға өз қалауыңызды ықыласпен істетуге тырысыңыз. Курсымыздың қатысушысы германиялық Гюнтер өзі басқаратын азық-түлік дүкенінде істейтін, ісіне дұрыс көңіл бөлмегендіктен, сөрелердегі тауарлардың бағасын үнемі шатастырып жүретін бір жұмысшы жайлы айтып берген еді. Оның ісі клиенттерді әбден шатастырып, олардың ашуын туғызады. Осыған байланысты жұмысшыға айтылған ескертулер, сөгіспен қабылданған қатаң шаралардан онша көп пайда бола қоймады. Ақырында бір күні Шмидт мырза оны кабинетіне шақырып алады да, оның сөредегі тауарлардың бағасын қадағалайтын жаңа қызметке тағайындалғанын жеткізеді. Бұл жаңа жауапкершілік пен лауазым оның жұмысқа деген көзқарасын мүлдем өзгертіп, содан бері ол қызметін мінсіз атқарып келеді. Адамның көзқарасын немесе мінез-құлқын өзгерткісі келген кез келген көшбасшы төмендегі ережені жадында сақтаған жөн. 1. Шынайы болыңыз. Қолыңыздан келмесе, ешкімге уәде бермеңіз. Бас пайдаңызды ұмытып, төңірегіңізге қандай пайда тигізе алатыныңызды ойлаңыз. 2. Өзге адамнан нақты нені қалайтыныңызды анықтап алыңыз. 3. Өзіңізді басқаның орнына қойып көріңіз. Ол адам сізден нені қалауы мүмкін екенін өзіңізден сұрап отырыңыз. 4. Ұсынысыңызды қабыл алған адамға бұл ұсыныстың қаншалықты пайда келтіретінін ескеріңіз. 5. Ықтимал пайда ол адамның қалауына сай келетін болсын. 6.
Сіз қандай да бір өтініш айтқан кезде, өзге кісі де, бұл соның өзіне де пайда әкеледі деген ой қалыптасуы керек. Біз өтінішімізді айталық, төмендегідей қысқа бұйрық түрінде жеткізе аламыз. Джон, ертең бізге клиенттер келеді, сондықтан қойманы реттеп қою керек. Оны сыпырып, бумаларды сөрелерге рет-ретімен орналастырып, жинап қой. Немесе бұл тапсырманың Джон үшін де маңызды екенін көрсетердей етіп, бұл ойды былай жеткізуге болады. Джон, бір шаруа шығып тұр. Бұны қазір істемесек, кейін кеш болады. Ертең осында біздің жұмысымызбен танысу үшін біраз клиент келгелі жатыр. Оларға мен қойманы көрсетсем бе деген едім. Алайда, оның жайын өзің білесің. Сондықтан, оны тазалап, бумаларды сөрелерге қойып шықсаң, компания үшін үлкен қызмет атқарған болар едің. Бұл тәсілдерді қолдансақ, адамдар айтқанымыздан шықпайды деп ойлау аңғалдық болар. Дегенмен, көптеген адамдардың тәжірибесінен көріп отырғанымыздай, бұл тәсілдерді қолданып, жетістігіңізді 10% ғана арттыра алсаңыз, онда сіз көшбасшы ретінде 10%-ға алға жылжыдыңыз деген сөз. Бұл сіз үшін нағыз жеңіс болмақ. 9-шы қағида. Адамдарға өз қалауыңызды ықыласпен істетуге тырысыңыз. 4-ші бөлімдегі қағидалар тізімі. 1-ші қағида. Жұмысты мақтау мен шынайы көтермелеуден бастаңыз. 2-ші қағида. Адамдардың қателігін бетіне басудан аулақ болыңыз. 3-ші. Біреуді сынамас бұрын өз кемшілігің туралы айтып өт. 4-ші. Бұйрық беруге асықпай басқалардың ойын білуге тырысыңыз. 5-ші қағида. Адамның абыройын аяққа баспаңыз. 6-шы қағида. Адамның ірілі ұсақты кез келген жетістігін мақтап отырыңыз. Мақтаудан аянып қалмаңыз, және ол шынайы болсын. 7-ші қағида. Адамның беделін көтеруге тырысыңыз. Сонда ол сеніміңізді ақтауға талпынады. 8-ші қағида. Қанаттандыра біліңіз. Қатені түзеудің еш қиындығы жоқ екенін көрсетіңіз. 9-шы қағида. Адамдарға өз қалауыңызды ықыласпен істетуге тырысыңыз. Осымен кітап аяқталды. Осы тыңдағандарыңыз естен шықпас үшін, қайта кіріп тыңдап шығу оңай болу үшін барынша қысқарттым. Ұнаса лүпіл басыңыз. Соңында, кітаптан тыс. Қазақ тілін дамыту үшін барлық жерде қазақша сөйлеңіз. Кез келген мейрамханада, жалпы қызмет көрсететін жерде қазақша сұраңыз. Телефоныңыздың жүйесін қазақ тіліне ауыстырып алыңыз. Банкомат, телефондағы қосымшалар мен қолданбаларды қазақ тіліне ауыстырыңыз. Бар болсын, жоқ болсын, балаңызға, іні қарындастарыңызға қазақ тілінде мультфильм көрсетіңіз. Кітаптарды қазақ тілінде оқытыңыз. Егер балаңыз өзге тілді білмей қалады деген ой туса, балам қазақ тілін білмей қалса не болады деген ойға келіңіз. Бала болса, түптің түбінде өзіне керекті үйреніп алады. Ал қазақ тілі сізбен бізден басқа ешкімге керек емес. Тілі өлген ел, тірі өлген ел екенін естен шығармаңыз. Рахмет.